Кестелеу өнері қазақтың асыл қазынасы. Кесте және көркемдеп тігу ою-өрнекті әшекейлеудің ертеден келе жатқан элементтерінің басты түрі. Сондықтан қазақ өмірге ұл келсе ат ұстар, ал қыз келсе кесте тігер деп атаған. Яғни кесте халқымыздың сәндік қолөнерінің бір түрі ретінде ертеден келе жатқан қазыналы өнер. Ол мата, тері, киіз тағы басқа материалдар бетіне әртүрлі боялған жіптер мен сурет өрнек салып тігу арқылы жасалады. Сонымен қатар кесте тігу ұлтымызға сай мінез-құлыққа тәрбиелеуге көмектеседі. Кесте тігу қыз балаларды сабырлыққа, инабаттылыққа, төзімділікке және жауапкершілікке тәрбиелейді. Кесте тігу ата-бабамыздан бізге қалған қолөнер. Мысалы, мына төселіп тұрған түскиіз кестелеу әдісімен тігілген. Оны маған әжем сыйға тартқан, ал әжеме оның